Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі өте жеңіл болып келетін запеканка деп аталатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Картошкамыз тез пісу үшін оны уақыттап турап суға қайнатып алатын боламыз. Содан соң пиязымызды уақыттап турап алатын боламыз. Енді ыдысымызға сары майымызды салып, оны ерітіп, уақыттап туралған жуамызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң томат пастасын салып, оны араластырып, үстіне фаршымызды салып, тұзымызды және де бұрышымызды салып, қуырып алатын боламыз. Фаршымызға су құйып қажет емес, оның өзінің суына пісіп шығатын болады. Тек қана астын жай отқа пісіріп алатын боламыз. Картошкамыз езіліп пісіп шыққаннан кейін, оның үстіне сүтімізді, сары майымызды және де тұзымызды салып, пюре қылып езіп алатын боламыз. Картошкамызды бөлме температурасында мұздатып алатын боламыз. Оған дейін сырымызды үкіштен өткізіп, уақыттап аламыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Оған дейін ыдысымызға сұйық майымызды жағып, картошкамызды видеода көрсетілгендей етіп, барлық жеріне салып шығатын боламыз. Енді фаршымызды тесік қасықтың көмегімен майынан ажыратып, осылай салып шығатын боламыз. Содан соң сырымызды видеода көрсетілгендей етіп салып, 15 минутқа пеште пісіріп алатын боламыз. Кешкі асқа өте жеңіл болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.